Республикасының президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың үш тілді қатар игеруге шақырған игі бастамасын қолдау мақсатында еліміздің ең байырғы жазушы баспасы жаңа жоба ұсынып отыр. Қолыңызда қазақ топырағында тұңғыш рет ағылшын тілінде жарық көрген әлемдік классикалық әдебиеттің қысқа, оңтайландырылған және әртүрлі деңгейге бөлінген үлгілері. Ағылшын тілін үйренушілерге арналған бұл жобада мәтіндік әдіс тәсілдерге қоса аудио нұсқа және ағылшынша, қазақша сөздік қоса беріледі. Әдіскер мұғалімдер мен тәжірибелі ұстаздардың саралауы бойынша бүгінгі таңда тіл үйренудің ең тиімді жолы болып саналатын осы әдістің сізге де пайдалы болатынына сенеміз. Жоба Қазақстан Республикасы Мәдениет және Ақпарат Министрлігінің тіл комитеті тапсырысы бойынша жүзеге асты. Сонымен іске сәт, достар. Андерсен's Fairy Tales. The story. These stories are fairy tales. There are 4 stories. They are The Real Princess, Thumbelisa, The Emperor's New Clothes, and The Ugly Duckling. The author. Hans Christian Andersen was born in 1805. He is Danish. His father is a shoemaker. Hans is very poor. He likes to write stories. He is very famous. He dies in 1872. The characters. William, a prince. Melissa, the real princess. Thumbelisa, a tiny girl. The mole wants to marry Thumbelisa. Dew, the flower king. The emperor likes new clothes. The tailors, swindlers. The ugly duckling, a beautiful swan. Old woman wants to eat a duck. The farmer helps the ugly duckling.